30-шы сабақ пысықтау және қорытындылау, денсаулық және спорт. Бұл жерде сіздер алған білімдеріңізді қорытындылайсыздар. Бірінші есеп жылдамдықты көрсетілген жыл өлшем бірлігіне өрнекте. Бірінші есеп бойынша 24 км сағат бұл 400 метр минут, 120 метр минут 2 метр секунд, 600 метр минут 36 км сағат, 42 000 метр сағат 700 метр минут. Номер 2 есептерді шығар. Шаңғышы 65 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. Егер ол бір қалыпты жылдамдықпен қозғалатын болса, 5 минут ішіне қандай әрі қашықтықты жүгіріп өтеді? V тең болады 65 метр минут, T тең 5 минут, S тең әрі қашықтық 65 көбейтілген 5 тең 325 метр. Бұл шаңғышының жүретін жолы 325 метр жүгіріп өтеді. Үшінші есеп теңдеулерді шеш. Мұнда 4 теңдеу берілген, мен қазір 2 теңдеуді шығарып көрсетемін. X минус 56 көбейтілген 2 тең 850, 56-ны 2-ке көбейткенде 112 шығады, тең болады 850, X тең болады 850 плюс 112, X тең 962-ге, 962-ден 112-ні азайтқанда 850, 850 тең 850-ге. X плюс 89 көбейтілген 3 тең 748, 89-ды 3-ке көбейткенде 267, X тең 748 минус 267, X тең 481-ге, 481 қосу 267 тең 748, 748 тең 748-ге. Номер 4 кесте бойынша есеп құрастыр және шығар. Бізде кесте бойынша бірінші автобуста V 500 метр минутқа тең, T 6 минутқа тең, енді S-ті табу үшін екеуін көбейтеміз, сонда 3000 метрді құрайды. Екінші машина жылдамдығы белгісіз, дегенмен уақыт 7 сағат, арақашықтық 434 километрді құрайды. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз, сонда 434 бөлу 7 тең 62 километр сағат. Келесі жылдамдық 48 км сағат, уақыт белгісіз, ал арақашықтық 96 км. Уақытты табу үшін 96 км-ді 48 км сағатқа бөлеміз, сонда уақыт 2 сағатқа тең. Номер 5 өрнектерді жазбаша түрде есепте тексер. Мұнда 60090 минус 2514 тең болады 57576-ға. 57576-ны қосамыз 2514-ге 60090 шығады. Келесі 8025-ті 5-ке көбейтеміз 40125, 40125-ті 5-ке бөлгенде 8025 саны шығады. Номер 6 есепте мүмкін болатын жерлерде жауаптарын ірірек өлшем бірлігімен жаз. 21 мм көбейтілген 100 тең болады 2100 мм, тең болады 2 метр 10 см. 23 грамм көбейтілген 10.000 тең болады 230 000 грамм, тең болады 230 килограмм. 9200 тәулік бөлінген 100 тең болады 92 тәулікке. Номер 7 кестені толтыр, кері есептер құрастыр және оларды шығар. Спортшы 100 метр минут жылдамдықпен жүгіреді, ол 2 км жолда қанша уақытты жүгіріп өтеді? V тең болады 100 метр минут, S тең болады 2 км 2000 метр, T тең болады белгісіз, T тең болады S бөлінген V тең 2000 метр бөлінген 100 метр минут тең 20 минутқа. Сонда уақыт 20 минутты құрайды. Жауабы ол 2 км жолда 20 минутта жүріп өтеді. Номер 9 ойлан және жауап бер. 3 баланың әрқайсысында 10 асықтан болды. Ойын аяқталған соң олар асықтарын санады. Кішісі былай дейді: мен аздап ұтылып қалдым. Егер оң қалтамнан бір асықты алып, сол қалтама салсам, екі қалтадағы асықтардың саны тең болады. Ал егер сол қалтамнан бір асықты оң қалтама салсам, онда сол жақта оң жаққа қарағанда 3 есе кем болады. Үлкені сенің асықтарының саны менің ұтып алғанымен тең болады дейді. Ортаншысы менің қалған асығымның саны үлкен ағамның ұтып алған асығының жартысына тең дейді. Олардың әрқайсында қанша асықтан болады? Номер 9 есеп бойынша кіші баланың оң қалтасында 5 асық, сол қалтасында 3 асық болған. Себебі 5 қосу 1 тең 6, 3 минус 1 тең 2, 6 бөлінген 2 тең 3 есе артық. 5 қосу 3 тең 8 асық. Ортаншы бала 8 бөлінген 2 тең 4 асық болды. Үлкен балада 10 плюс 8 тең 18 асық болды. Номер 10 есеп есептерді шығар. А.
7 метр секунд жылдамдықпен жүгіретін спортшыға 98 метр арақашықтықты жүгіріп өту үшін қанша уақыт қажет? Бізде жылдамдық белгілі, арақашықтық белгілі, уақытты табуымыз қажет. Уақытты табу үшін біз арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз, яғни S бөлінген V. Т тең 98 метр бөлінген 7 метр секунд тең болады 14 секунд. Спортшы 98 метрді 14 секундта жүріп өтеді.